Бүгін біз өзімізге ең жақын, ең қымбат анамыз туралы, ең ақылды, қамқор әкеміз туралы, ең қайырымды ата-әжеміз, ең сүйкімді іні қарындас аға әпкеміз туралы әңгімелестік. Біз оларды жақсы көруді, сыйлауды үйрендік. Олардың бізге тек жақсылық тілейтінін білдік. Отбасыдағылар әрқашан тату болып, оның әр мүшесі бір-біріне жаны ашып құрметтеуі тиіс. Отбасы мүшелері әрдайым бірін-бірі сүйіспеншілікке бөлеп қана қоймай, ренжісе бірге ренжіп, қуанса бірге қуанады. Ата-аналарың, жақын адамдарың, туыстарың сендердің нағыз адам болып өскендеріңді қалайды. Сендерді жақсы көретін адамдарды сенімі мен еңбегін ақтауға тырысайық. Отбасы ол ең жақын адамдардың ошағы. Әрқашан отбасы мүшелерін сыйлап, құрметтеу керек.